Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қызыл барқыт тортын жасаймыз. Ең алдымен керекті заттарын дайындап аламыз. Бұл тортымыздың ең басты фишкасы жұмыртқа мен шекерді өте жақсылап аппақ үпілдек масса болғанша миксерлеуіміз. Мінекей біздің масса осындай болып шықты. Енді келесі сұйық майымызды құямыз. Және де еріген сары майды құямыз. Осыны аздап миксерлеп, айранға бояғышты салып, араластырып, осының үстіне құямыз. Келесі ұнның үстіне қопсытқыш пен какаоны салып, елгезектен өткіземіз. Осы массаның үстіне салып, оны де миксерлейміз. Біздің тортымыз мінекей осындай қып-қызыл түс болып шықты. Енді осыны мен 4 ыдысқа бөлдім. Қызып тұрған пеште 4-ке бөліп пісіріп аламыз. Ал енді крем дайындаймыз. Творожный сыр, сливки, сахарный пудраны салып, өз-өзін ұстайтын масса болғанша араластырамыз. Кондитерский пакетке салып дайындап аламыз. Біздің қождарымыз пісті. Осыны суытып, енді тортымызды жинаймыз. Мен сіздерге анық көріну үшін осылай жинадым. Негізі бұны кольцода жинаған өте ыңғайлы. Осылай кремін жағып, тегістеп, үсті-үстіне қойып жинаймыз тортымызды. Кремін тегістейміз. Үстіне келесі коржды қойып, осылай тегіс болу керек, жан-жағын байқаңыздар. Осылай жинаймыз. Тортымыз тегіс, әдемі болып шығу үшін сыртын осылай қалған кремдерімізді жағып, шпажкамен тегістеп, әдемелеп аламыз. Достар, сіздерге бір айта кететін жайт, бұл мендегі торттың рецептісі өте жұмсақ әрі сочный болып келеді. Әркімнің рецептісі негізінде әртүрлі. Менің де осы бір рецептімен дайындап көріңіздер, мүмкін сіздерге ұнайды. Маған өзіме осы торттың рецептісі осылай жасаймын. Маған осылай ұнайды. Тортымыздың сыртына крошкаларды мен қамырдың бетін тегістеп кескеннен алып сеуіп шықтым. Өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен үйде бар затпен сәндедім. Мінекей тортымыз енді осылай дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, менімен бірге болыңыздар.